Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, сіздер Ерсін Сұлтан каналындасыздар. Бүгін бізде Азамат мырзамен кезекті шығарылым. Бұл шығарылымда біз провал, яғни сәтсіздік, менің қолымнан келмейді, мен не істесем бәрі болмай қалады, мен ең адамдардың арасында ең ішіндегі конченныймын, мен ең әлсізі, ең ақылсызы, ең ішінде қолынан еш нәрсе түк келмейтін, өйстіп ойлайтын, бұл сіздердегі миыңыздағы осы нәрсені беретін бұл бағдарлама, яғни кішкентай кезіңіздегі берілген. Енді осы бағдарлама бізге кішкентай кезімізде қалай берілді, немесе сіз ата-ана көріп отырса, балаларыңызға қандай әрекеттер арқылы осы бағдарламаны енгізесіздер, бұл бағдарлама біздің өмірімізде қандай көрініс алады, және де болашақта бізге қалай кері әсерін тигізеді, отношениеде, отбасыда, жұмыста, басқа адамдармен араласуда, мансапта, бүкіл өмірдегі жалпы қалай бізге көрініс береді, сол жайлы айтатын боламыз. Және басқа да мидағы программалар туралы мынау мен кітабында толығырақ 14 жайлы программа жазылған. Ал әзірге кеттік. Мынандай бола ма? Бүйтіп диванда жатасың да, рилс көріп, сосын бір кезде ой келеді. Негізі мен потенциалым страшно ғой деп ше. Мен негізі көп нәрсе істей аламын ғой. Маған кішкентай кезімде әке-шешем сенетін еді ғой, айтатын еді ғой деген сияқты ой болады. Бірақ әлі ештеңе істемейді. Провал осындай ше, провал әлі бастамаған, істемеген нәрсеңді бастамай жатып, уже ұтылып қалдым. Ол болмайды деп ше. Брат, ол лохотрон деп ше. Брат, ол қазір мысалы не сатып жатыр қазір бәрі? Қазір бәрі курс сатып жатыр. Сен алмайды деп ше. Брат, қазір бәрі кітап сатып жатыр. Сен кітабың өтпейді. Қазір бәрі трейдинг үйретіп жатыр. Өтпейді деген ше. Бәрі подкаст түсіріп жатыр, сен қатпайды деген ше. Иә, бәрі подкаст түсіріп жатыр. Сен қатпайды. Әлі істеген жоқ, бірақ уже сәтсіздігін жорып қойды. Бұл біздің бір бағдарлама. Біз оған сеніп қалғанбыз. Енді бұл адам не істейді? Бұл адам шынымен бұның сәтсіз болатындығының дәлелдерін ғана іздейді, болды. Дәлелдерін ғана іздейді. Мынау қайтып айналып келе беретін, жаңа не дейді ғой, жаңа карма дейді ғой, карма сияқты. Неге айналып келе береді? Өйткені бұл адам онсыз да оның қолынан келмейтініне сеніп қалған ғой. Онсыз да сеніп қалған. Бір нәрсе бетіп, сәл қиын болды ма? Сәл бизнес жасап жатыр, бір кезде тұрды да, заказчик тұрды да, бермеймін деді, короче. Аяқ асты, сен уже клиент тауып қойғансың, команда дайын тұр. Заказчик тұрды да, жігіттер сендермен жұмыс істемейтін болдым деді, товар бермеймін деді. Тұрады да бұл. Білдім басынан. Айттым ғой мен бұл нәрсе болмайтын. Ана жұмыста жүру керек еді дейді. Басқа заказчик сөйлесу, бәлкім қысылып тұрса, бәлкім қарызға ақша алып, пока бір айналдырып жіберу, ондай жоқ. Өйткені сәл қиындық болма, қайтып кете салды. Өйткені о бастан сенген еді ғой. Болмайтынына, сәтсіз болатынына сенген еді. Одан кейін бұл бітеді. Мен онсыз да қолымнан ол нәрсе келмейді ғой дейді да. Онда зачем мен оны кітап оқып, оны зерттеп, курсқа барып, оны шешуге тырысам, так та қолымнан келмейді ғой дейді да. Енді сен де онсыз да кітап оқымады, курсқа бармады, дамымады, ізденбеді. Енді әрине сәтсіздікке барады ол бәрібір. Өйстіп ішінде айналып жүре береді. Басында сеніп қалды, сол үшін әрекет жасаған жоқ. Енді әрине әрекет жасамасаң шынымен сәтсіз боласың да. Ол сол жолды бастамай жатып таңдап қойды. Қайдан пайда болды? Ата-ана тарапынан тым биік талап қойылса. Енді ол талапқа бала ешқашан жете алмаған. Мысалы, баласы олимпиададан 2-ші орын алып келді. Неге мәз болсын? Пәленшенің баласы, Азамат Ысқақовтың баласы 1-ші орын алу керек еді дейсің. Он бала тағы тырысады, аламады ғой, бір күні болды. Сенеді ол. Мен қолымнан түк келмейді екен ғой дейді. Сеніп қалады. Мен неудачник деген нәрсе миына отырады. Неудачникпін. Мен глупыймын. Ең әлсіз мен деген сияқты. Анау синдром самозванца осы кісілерде болады. Шынымен де біліп тұрса да, шынымен де қолынан келетін болса да, өзінің қызметін немесе тауарын ұсынуға ұялады. Қойшы, кім сұрады мен деп ше? Сосын мен дайын емеспін деп ше. Енді синдром самозванцадан бұл адамдар қатты өзін артқа тартады. Сосын бұл адамдар өзінің мүмкіндігінен
ана өзі мүмкіндігі потенциал мықты болса да төменгіге лайық екенін өзін сеніп жүре береді. Төменгі дәрежеге, төменгі айлыққа, төменгі статусқа риза болып жүре береді. Өйткені оның ойынша ол үлкенге лайық емес. Бірақ егер по факту зерттеп, білімін тексерсең, білімі потолок болуы мүмкін. Бірақ ол шүкір. Ай сайын 73 мың теңге айлығымыз түсіп жатыр ма? Шүкір. Кейбіреулерде ол да жоқ деген сияқты. Бұл оған сеніп қалды. Қолынан келмейтінде соған өзі көне салды. Негізінде потенциал биік еді. Жалпы мен ойлаймын, адамдардың бәрінің потенциалы биік ше. Просто вопрос времени. Мысалы, әркімде әртүрлі салада. Любой салада. Мен айтамын, Алла тағала бізге мына денені бергенде, бұл дененің жасай алмайтыны почти жоқ қой енді. Типа бесконечный деп айтпай қояйын енді. Біз шектеулі жаратылыспыз ғой, Алла тағала бізді шектеулі жаратқан ғой. Шегіміз бар, бірақ біз ол шекке ше 10% жақындамадық. Мысалы, біреулердің икемі бары туа бітісінен. Мысалы айтайық, сіз өте икемді адамсыз. Екеуміз тұрамыз, ешқашан екеуміз де домбыра ойнамағанбыз. Тұрамыз, давай домбыра бастаймыз дейміз. Сіз аласыз, бір айда домбыра үйреніп аласыз. Әдемілеп тұрып, адайды, әдем болады. Мен бір айда үйрене алмаймын. Бірақ маған 6 ай керек, 6 айдан кейін үйрене аламын да. То есть мен тупой емеспін, мен әлсіз емеспін. Мен мағау емеспін. Мен мағау емеспін. Просто маған 6 ай керек, ерекеңе 1 ай керек. Сондай солай қарау керек та. Бірақ бұл адам, сіз 1 айда үйрене алдыңыз ғой. Мен үйрене алмай қалдым ғой. Айттым ғой дейді. Айттым ғой, мен қолымнан түк келмейді вообще. Неге үйрену қабілеті ұзаққа созылады кейбір адамдар? Әркімде әртүрлі ғой. Мысалы, сіздің миыңыз тынық, жақсы ұйықтап келгенсіз кеше, сосын сізді бір қинап атқан бір стресс жағдай жоқ, мысалы білмеймін там кредит, қарыз, там ипотека, қиналып жатырмын. Оның бәрі бір бөлімде стресс болып өйтіп энергия алып тұрады ғой. Немесе бір қайғылы оқиға болып жатқан жоқ, сондай болуыңыз мүмкін. Бұл адам қиналып жүрген болуы мүмкін. Фоновый режим бұның и так та занят та, миы энергиясы көп бөлігі фоновый режимдағы проблемалармен бос емес та. И бұл ана қалған әжең кішкентай бір 20% энергиясымен аны үйренуге тырысып жатыр да. Немесе табиғи түрде қабілет. Біреуде туа біткен слух, дауыс бар. Біреуде енді ол жоқ. Бірақ бұл бәлкім теннистен мықты болуы мүмкін. Теннист ол тез үйреніп кетуі мүмкін. Енді бұл сізбен салыстырып мен тормызбын деген нәрсеге алып келмеу керек еді да негізі. Өйткені адамды онсыз да бір-бірімен салыстырамайды. Болмайды. Бірақ провалға сенетін адамдар ол өзін салыстыра береді. Қай жағынан салыстырады? Тек өзінің кемшіліктерін анықтау үшін салыстырады. Өзінің артықшылықтарын мүлдем жоқ. Бүйтіп қарап отырды да. Ерекең рубашкасы әдемі екен дейді. Мен футболкамен отырмын дейді. Елтам қарайды, ана аяқ киім қарашы. Дерзкий. Ят болды ғой мынау деп ше. Анау негізі өзімен болып жатқан диалог қой. Мысалы делік сіз аяқ киіммен кетіп барасыз, нәскеңіз тесік. Сізден басқа ешкім білмейді оны. Бірақ ше жеқіп қояды ғой өзінше. Как будто біреу шеш аяғын көрейік деп айтатын сияқты ешқашан болмайды ондай. Немесе бір машина мініп, өзінде бір машина болуы мүмкін. Өзінен мықтырақ машина мініп алған жасы кішірек адамды көрсе, өзін салыстырып бытшын шығарады. Бітті ол сынды. Ол айтады, мен білдім ғой дейді. Сол қырын ғана таңдайды. Сосын маған алдында да бір неде айтқанымыздай, ол былай айтылған сынның тек негативін қабылдайды өзіне. Бұл ата-аналарға бұл жерде алтын сырға құлақтарына. Балаға тым көп сын айтылғаннан провал бағдарламасы пайда болады балада. Тым көп сын. Мысалы, тек қана қол жетпеген нәрселерді айта берсің, сен двоечниксің. Сен дұрыстап ұйықтамайсың да. Сен ана төсегің өмір шашылып жатады. Сенің шкафыңда шашылып жатады. Сен мына тамақта да дұрыстап жей алмайсың. Бітті. Ана бала өмір бойы сенді ғой, менің қолымнан жалпы түк келмейді екен ғой деп ше. Енді ата-ана былайда 10 рет мақтап, 1 рет негативін айтса болады да. Оның өзінде былай, балам, сен бар ғой, алтынсың ғой. Сен не деген красавчик адамсың сен. Мен не деген бақытты әкемін сен сияқты баласы болғанына. Байызым бір 5-6 мақтап айттық та, содан тұрды да, бірақ ше сен шкафың шашылып жатады да, сол ғана жетіспей тұр сенде ше. Мен сен шкафыңды реттесең бар ғой. Қазір сізде бұл бағдарлама бар ма? Бар. Қазір бәлкім. Көп па, аз ба, кішігірім? Қазір бәлкім азайған шығар. Бұрын қатты болды. Қандай нелер болды кішкентай кезде? Енді ашып айтуға бола береді ғой. Ауыр ғой, ауыр. Қалай көрініс берді сол жағын айтсақ, сосын мен де өзім бір тарапынан айтсам.
ана бір атақты оқиға дейді ғой жаңағы. Мен барлық жерде айттым, 2 жерде айттым осыны. Жаңағы мен боксқа қатысамын кішкентай кезімде. Сөйтіп ауылдан туысқандар келеді, папамның туған ағасы келеді, папам туған ағасының баласы менімен жасты. Ол да боксқа қатысады. Бұл бір 3-ші класс па 4-ші класс па сондай. Ол кезде біз Көктөбеде тұрғанбыз. Ана жер үйде, поля сонымен бәрі туысқандар жиналды, кішкене 100 граммдатқан, сосын тұрады да, Алматы азамат бокстасыңдар дейді. Бокстасыңдар дейді. Бітті, мен енді кез келген еркек үшін әкесінің балам дегені керек қой. Признание керек қой әке тарапынан ше. Балам, красавчик деп ше. Сөйтіп мен бір жатқым киіп жатырмын, каскым киіп жатырмын, мен қазір папам қарап тұр менің. Қазір мен көрсетемін деп ше. Шығып келе жатырмын. Папа ана ағасын айтады ғой, енді ол жерде процесс өте көп. Ол жандай ғой, енді ниеті папаның мен ақтап ала аламын, қазір папам айтады, братанына енді көңілін аулайын деп тұр. Братаны қонаққа келіп тұр тем более, туған ағасы. Айтып қалады ғой, Алмат молодец дейді. Біздікінен шықпайды ау боксер дейді. Естіп қаламын, негізі естімеуім керек еді ғой. Негізі нормально бокстасыңыздар ма? Әлі бокстасқан, мен 2 жыл қатысқам. Алматыда 3-4 жыл қатысқан. Алматы, кстати, үлкен жетістіктерге жетті да бокстан. Қазір мықты тренер қазір, әлі күнге дейін. Бауырым ше, мен сол 4-ші сыныптан бері 32 жасыма дейін ешқандай единоборство спортқа қатыспай кеткем. Ешқандай. Сол неден кейін? Сол неден кейін. Сол жерде енді төбел жиын деп жатырмыз ғой, бір кез тұрады да, жаңа сөз естіп қаламын ғой. Көзімнен жас аға береді ғой. Аға, мен бүйтіп сүріп қоямын, көрмеймін, әлі бастаған жоқпыз, бірақ бір кез тұрамын да перчаткамды шешіп жүгіріп қашып кетемін. Жылап. Ей, не болды? Ей, ұрып жіберді ма? Ей, деп қалды да бәрі. Түсінген жоқ. Ешкім түсінген жоқ та. Айта алмайсың. Айта алмайсың ғой. Айтсаң да жейсің. Содан кейін болды. Азамат бұл бокстаса алмайды деп. Кейін 32 жасымнан бастап айналыса бастаймын. Болады екен ғой деген ой келеді. Бірақ қарасаңшы, қаншама жыл. Шамамен 10 жастан 22 жыл мен провалыма сендім ғой. Мен қолымнан келмейді деп. Қандай, мысалы бір нәрсе бастайтын кезде қандай ойлар келетін еді? Бұл болмайтын тірлік дейсің ғой. Болмайтын тірлік. Сосын мені кім тыңдайды дейсің. Менен кім алады дейсің деп ше. Бір уақыттар болды да маған. Бұл самооценканы түсіріп тастайды ғой. Самооценканы быт-шыт түсіріп тастайды. Быт-шыт, сен қолынан келмейді деген. Сен өзің түсіре бересің ғой. Дәлелін тауып ала бересің. Әжем бір бүйтіп қабағын шытып қарап қалса, мысалы 100 адам отыр, сен сабақ айтып жатсың, әжем бір адам бүйтіп қабағын шытып қарады ма, быт-шыт нәрсе айтып жатырмын ба не деп. Вообще өтпей жатыр ма әңгімем деп ше. Соны ғана таңдайсың ғой сен. 99 адам шапалақтап отырса да, сен ананы таңдайсың ғой. Әне, көрдің ба, дәлел деп. Өйткені менің миыма өзінің рас екенін дәлел керек. Оның то, что он прав. Мен дәлелін іздей беремін. Мен сеніп қаламын, мен правильный адам екеніме, мен сәтсіз адам екеніме. Қандай ситуация бар? Бірінші рет спикер қылып шақырады ғой бір жерге ше. Бірінші рет. Айтамын ғой, вы что деймін ғой? Азеке просто былай бизнес-завтрак, кәсіпкерлер. Просто бизнес-завтрак, просто бір шай ішеміз. Өзіңіздің күнде айтып жүрген әңгімелеріңіз ғой дейді. Қой, мен лайық емеспін ғой, кәсіпкерлер, мен кіммін деп ше. Мен кіммін деген. Әркім өз саласында мықты, кәсіпкер кәсібінде мықты, спикер бір саласында мықты, психолог. Ұйқыдан мықты болуы мүмкін дейсіз ғой? Дисциплина мықты болуы мүмкін дейсіз ғой? Сондай ғой. Әркімнің мықты жері бар, біз сол үшін тыңдаймыз оны. Сіз контент жағынан мықтысыз, мен сізді тыңдаймын. Мен айтпаймын ғой, ерекең. Неге тыңдаймын мен оны деп ше? Өйткені контентте мықты болды. Ол жағынан жоқ басқа адам. Тыңдау керек та. Тура сол сияқты кәсіпкер анадан мықты, мен ұйқыда мықты болып тұрмын ол дәуірде. Мен барам да айтып берем, қорқып, терлеп, лайық емеспін деп айтып берем, ана кісілер мә деп ана жерде маған 2-3 клиент табылады ғой, жұмыс істейсіз бе? Мен айтамын ғой, жоқ аға, сіз ойбай, сіздер тұрғанда біз қайда деп қойсын ғой. Ол тақырып ақшада емес қой. Сен оған ақша тауып бер деп жатқан, ақша көбейту туралы сабақ өтейін деп жатқан жоқсың ғой. Сен ұйқы туралы сабақ өтейін деп жатсың, бірақ провал бар ғой. Провал. Жоқ, мен қолымнан келді. Бұл өзін самозванец болып есептейді ғой. Сол үшін жаңа ата-аналардың тым көп критика айтылуы, тым көп шарт қойылуы, сосын бүкіл қателерін бетіне басып айтуы, сосын басқалармен салыстыру. Басқалардың көзінше сен есіп тұрғанда вообще өте ауыр. Ол ауыр ғой. Бізге признание іздейміз ғой біз. Ол нормальный нәрсе ғой. Біздің психика признание керек. Сол үшін мен мысалы ханымдарға айтамдан да алтын сырғада ол күйеулерінше жаман признание беру керек ше ханымы, әйелі ше. Күйеу де әйеліне в то же время. Әйелі не признание берген сайын әйел құлпыра береді. Маған выгодно. Күйеуіне признание берген сайын күйеу жетістікке жете береді.
жетістікке жете береді. мана жаңағы программа жайлап бүйтіп кете бере ма? Иә, кете береді. Күнде мысалы эксперимент жасап көрдім ғой мен, андай балама ше, кәдімгідей таңертең құшақтаймын да, айтамын да, мен не деген бақытта келдім, мен сен сияқты балам, неге сен сондай күштісің деймін да, неге сондай күштісің деймін ғой, өзгерді ғой, кәдімгідей өзгерді ғой. Бала бүйтіп айтады ғой, пап мен білмеймін ғой дейтін ғой ше, қазір танк ғой ше. Эксперимент жасағанмын мен 2 ай ма 3 ай ма таңертең оятамын да, сен не деген күшті адамсың, Расул, қалай маған повезло маған вообще деп, почему ты такой деймін ғой. Сосын анау деп оянады, бітті. Сен таңертең ана зарядкасын беріп жүрдің ғой, тоқта қыл деп шабады ғой. Кәдімгідей зерттеген ғой ше, отношениесі өзгеріп кетті ғой. Қалай өзгерді? Бүйтеді ана бұл бүйтетін ғой, жаңағы футбол ойнап жатамыз, бір нәрсе айтып жатамыз, айтады, жоқ, мен кішкентаймын ғой дейді, мен не тамаймын ғой дейді. Сосын бар ана достармен ойнасайшы десең ше, мен олар танымайды, мені қоспайды олар деп отыратын ғой. Қазір бар ғой, кіріп кете береді. Мынада бір кейбір кезде ағасымен күресіп жатамыз ғой, кішкентай ғой анау. Ойлап қорқамыз, мыжып кетеміз ба деп ше, үлкен ұлыммен күресіп жатамыз, үлкен ұлым ірі да. Екеуміз күресіп отырған анау кіріп кетеді ортаға ше, тоқтай тұрды ше. Ойда қазір екеуіңді де құлатамын дейді да, ол сеніп қалды ше. Дух. Иә, дух пайда болды. Енді мынандай эксперимент бар. Кәдімгідей шегіртке эксперименті бар, кәдімгі атақты эксперимент, бұл Гуглда, ютубта да бар. Дәу шегірткені шығарады да. И кішкентай шегірткені шығарады. Төбелес ғалымдар зерттеу ғой, бұл кәдімгі делать нечего дейсің, 2 шегірткені төбелестірді. Сөйтіп анау үлкен шегірткені әлсіретіп қояды. Бір аяғын жұлып тастай ма, бір нәрсе әлсіретіп қояды да. Мынау 2 есе үлкен ана кішкентайдан. Кішкентай бірақ әлсіретілмеген, бірақ бәрібір кішкентай да. Екеуі төбелестіреді ғой. Енді ана жерде на жизнь, на смерть қой кетіп жатқан. Енді мына кішкентай жеңіп кетеді ғой дәуді. Сосын тағы бір дәуді қояды да. Оны да әлсіретіп қойған ғой әдейі. Мынау жеңеді ғой, тық деп ше, ананы жеңіп кетеді. Үшеуін сөйтіп жеңгізеді ғой, әдейі аяғын жұлып тастай ма, әлсіз қылып қояды. Жеңіп кетеді мынау ше. Мына шегіртке бар ғой, поведениесі өзгеріп кетеді ғой. Ана басқа шегіртке жақындаса секіреді ғой сразу ше, бұрын бүйтіп қашып сөйтіп жүреді ғой, ана ненің ішінде, стеклянный қызыл колбаның ішінде, бүйтіп қашып жүріп әйтеуір жеңетін ғой. Қазір ана 4-ші шегірткені қояды ғой, шынымен де дәу, шынымен де мықты әлсіретілмеген шегірткені қояды, мынау секіріп жеңеді ғой сразу. Өзі секіреді, нападать етеді ғой ше, мына жердің уже хозяйны болып алған ғой ол. Ол менікі дейді ғой. Тура сол провалды сөйтіп қайтып перезапись жасауға болады да. Анау өміріңіздегі кішкентай жетістіктерді көзіңе көрсете беру керек та. Кішкентай болса да. Мен бүгін жоспар құрдым ғой таңертең тұрып ше. Жасай алмаған шығарсың, ладно, құрдың ғой. Жетістік. Сізде қандай оқиға болды? Менде ма? Мен шынымен соны сіз айтып жатсыз ғой, сөйтіп мен өзім естірдім, сонда жылағым келіп тұр ғой кәдімгідей ше. Ауыр тема меніңше. Менде наоборот андай әкем маған өте қатты дух беретін кәдімгідей ше. Мысалы бір рет қалада бір нәрсе болады, көзіме бір нәрсе елестей ма, сөйтіп жылаймын ғой, жаңағыдай кішкентаймын сөйтіп. Олар 300 километр жерден келіп, папа бүйтіп тұрып кәдімгідей маған дух береді, анау жаңа мектепке түскен кезде төбелеп, былай төбелес, кәдімгі дух береді ғой маған ше. И мен ойлаймын да, ешқашан папа бетімнен қақпаған да. Всегда кәдімгі дух беретін, сен мынандайсың, сен қолыңнан келеді, осындай деп тұрып мотивация шынымен беретін да. Папа негізі бұрында тамада болған, кәсіпкер ғой негізі, мықты сөйлейді да, сөйлегенде тұрып аппарат да. Мен ойлаймын да, жаңағыда кәсіпке ендеген кезде мен өте көп қадалыстар болды да менде ше. Ананы жасайын болмайды, мынаны жасайын болмайды. Бірақ іште бір андай опора болады да, сенімділік ше. Сенесің иә? Мен ертең айрам дейтін ше, короче, сендер жаңа күте тұрыңдар деген сияқты ше. И поэтому ойлаймын да, жаңағыдай мен негізі жасаған проекттерім ішінде удачность деген, жоқ атып кету деген бір 10% шығар. Қалған 90% адамдар көрмейді да. Мысалы мен анау осыдан бір жыл бұрын, бір жылда 50 проектіні шұқылап көргенмін ғой. Есептеп қарасам ше, оның ішінде түрлі проекттер бар. Ананы жасайын болмайды, мынаны жасайын болмайды, мынаны жасайын болмайды, мынаны жасайын болмайды. Бірақ іште жаңағыдай болмай ма, кеттік келесіне, болмай ма, кеттік келесіне деген сияқты ше. Андай не жоқ қой. Өйткені сіз айтып қалдыңыз ғой, ерге қанша проектке кіріп кеткенсіз деп ше. Кеше подкаст түсіріп жатқанда айттыңыз ғой. Мен ойлаймын, именно әкенің берген, менің әкем берген бір духы, андай да мен там сындыра алмайды да оны ешкім ше. Атауы бір партнерім қадап кетеді, іште бүйтіп жылаймын, айрам деймін ғой, бірақ ше, көресің ғой деген сияқты бүйтіп ше, андай іште бір өзімде сенімділік опора тұрады ғой. И андай менде проекттерге мысалы кірген кезде, бір жұмыс басталатын кезде
вообще негатив ойламаймын ғой. Иногда бір 1% келетін шығар, а че болмай қалса, бірақ всегда короче андай плюс жағына қарай қараймын да, позитив жағына қарай. Бірақ болмай қалса ше, не болса ше деген вообще ойланбай дегенім ше. Сондай мендегі ситуация. Провал жоқ ол күшті. Иә. Кеше ғана айтып берейін, атын білмейді ғой ешкім. Бір әйел жазады маған, осылай қатты уайымдаймын баламды дейді да. Шетелге оқуға түскісі келіп жатыр. Шетелге түссе точно басына бір бәле болатын сияқты дейді да. Соны уайымдап ұйықтай алмай жүрмін дейді да. Бірнеше күн болды. Мен просто сұрақ сұраймын ғой, не болуы мүмкін деймін да, шетелге кетсе. Енді білмеймін, неше түрлі нәрсе бар ғой деймін. Енді сіз патолог неден қорқып тұрсыз деймін ғой, ең қорқып. Айтады, мысалы зорлап кетсе біреу дейді да. Мен айтамын, сіз қазір қалай оның алдын ала аласыз? Қазір, дәл қазір. Әлі, айтпақшы, бала әлі Қазақстанда универде оқып жатыр. Ол әлі шетел тапсырған да жоқ. Бірақ кеткім келеді деп айтқан ғой мамасына. Мамасы уже ұйықтай алмай жүрді, бірнеше апта болды. Енді сіз дәл қазір сіздің уайымыңыз оны қалай алдын ала алады деймін да. Қалай? Вообще қатысы жоқ. Енді айтамын, Құдай сақтасын. Жаңағы оқиға болып қалса, қазіргі уайымың как-то пайдасын тигізе ме? Жоқ. Онда неге уайымдап отырмыз? Провал ғой. Анау жаңбыр жаумай тұрып су болып қалдым ғой мен. Жаңбыр әлі жауған жоқ, мен су болып қалғанмын ғой. Оның қаншама плюстары бар, и ол ықтимал өте аз ғой. Процент соотношение өте аз ықтимал да. Тем более ересек адам, универ бітіріп баратқан адам ғой бұл. Бір 10-шы класс қыз болса екен, бәлкім, білмеймін енді. Универ бітіріп магистратураға баратын адамды өйстіп жатырмыз да біз. Бұл провал. Бұл кәдімгідей адамды ұйықтай алмай қалған ғой. Бірнеше апта болды дейді, ұйықтай алмаймын, шошып ояна беремін дейді. Мен мынандайдан қорқамын да, осындай жаңағыдай негативно ойланатын нелеріміз болады, енді бір туысымыз болады. И сондай нәрсемен сенің өміріңе тартып бермей ма деп ше. Мен содан қорқамын ше. Андай кейбір нәрселер жасап жатқан кезде мысалы мама уайымдайды ғой енді. Менде кейде ой болады жаңағыдай сондай негатив мына жақтан болып жатқан ой менің өміріме келіп бүйтіп әсер етпей ма деген сияқты. Психология кірсең кіре бересің ғой. Менің ойымша әркім өзінің өміріне сияқты. Өзіңнің өміріне ма? Мысалы менің жақыным мен туралы бір нәрсені уайымдаса, даже сол оқиға маған болса да негізі ана кісі қиналады. Мен қиналмауым да мүмкін. Мысалы мен бір тренировкада спаррингта қолым сындырып алдым. Мен ше андай қатты қайғырған жоқпын да. Нормально. Әйтеуір бір күні бір жеріміз көгеріп шығады ғой деп ше. Барамын да ертеңіне мен уже тренировкаға барамын, қолымда гипс. Мотоциклмен барайын десем айдай алмаймын, машинамен барайын десем машина желі шығып кеткен, таксимен кетіп қаламын ғой. Супер тренировка жасаймын, ана бір қолымда гипс, ана мойныма ана жүктеліп алып, аяғымды качать етіп жүрмін да. Қатты қайғырған жоқпын, бірақ менің жақыным сөйтіп ойлаған болуы мүмкін, анау бар ғой, тренировкада бір күн бір нәрсе сындырады анау деп ше. Мен сындырдым, анау қатты қиналған болуы мүмкін да. Айттым ғой деп ше. Получается, әркім өзінікін алады ғой, менің тарапымнан ол қатты ауыр болуы мүмкін. Енді қайта тақырыпқа оралайық. Енді бұндай бағдарламасы бар адамдар, енді өкінішке орай бұл бағдарламасын жоя алмаған адамдар өмір бойы сонда бір нәрсені істеуге қорқып өтеді ғой. Ашылмаған потенциал түбінде үлкен қайғыға апарады. Ана бір ауыр сөз бар еді ғой. Умер в 21, закопали 70 дегенше. 21 жасында өлді, 70 жасында көмілді деген. Андай ауыр қайғыға апарады, қалай білесіз бе? Мысалы бір 60-ға келдің, 70-ке келдің ше. Бүйтіп өмір бойы бір проектке басың тығып, қадалып жүрген болсаң, сол даже жеңілірек, чем қызығырақ, мен істеп көрдім ғой деп айтасың да. Ештеңе істемегенсің да, бірақ өмір сезгенсің негізі потенциал бар менде деп ше. Істеймін деп, бірақ қорқып жүрсің деп ше. Осы жерден тап етіп кету керек. Енді сен отырсың да 70-тесің, 80-тесің. Сол кезде істеу керек еді ғой деп ше. Бұл страшно ауыр. Бұл прям ана қайғы бұл қайғы. Одан да істеп таяқ жеп. Осындай нәрседен қорқыныш бар ғой менде. Өмір бойы жаңағыдай еді, бір жаңа дүниелер жасап көрмей, өзімнің потенциалымды до конца қолданбай, еш нәрсеге жетпей өтіп кетсем же деген қорқыныш қой. Сол үшін жаңағыдай қазір не шықса да былай көре беру керек та.
кейде өзіңнің масштабыңнан қорқасың ғой кейде ойлағаннан ше мә деп ше анау представь форумға шығайын деп жатыр 600 адам алдында сөйлеу керек и анау бір қорқыныш бір сезімдер ғой бір қызық бірақ ол сенің 1 жыл бұрын 2 жыл бұрынғы арманың да қарасаң бір андай бір ерекше бір эмоциялар беріп кәдімгі бір не боласың қанша ана сіздің жаңағы әкеңіздің айтқаны әлі бар да қандай маңызды деймін да ана ата ананың ше поддержкасы ше оны бір андай бір столб сияқты ғой бір арқаңды тірей аласың да спокойно білесің құлақ қамайтынын ше и то миыңда кейбір жерлер болады жаңағыдай миымда қалып кеткенше бір рет ана үлкен менен бір 5 жасар ма үлкен бір бала ұрып жібереді мені ал бір папама айтамын сөйтіп папа енді ауылда ғой енді інілерін жіберіп ананы бытшын шығарады ғой іштей уже тағы сенімділік пайда болады да бүйтіп ше бар екен деп ше анау жаңағы неше түрлі оқиға болады мысалы ажырасып кетсе ше бала тек қана мамасымен жүрген кезде или не немесе папасы жаңа опора бере алмаса ше бала андай тап етудің сәл аяғын тартып тұрады ше өйткені андай до конца барайын десе че то ана артта бүйтіп тірелетін нәрсе сезбей тұр да ол ше психологияда әке опора ана не етеді бір мейірім ба сезім ба сондай ғой сол ғой байқасаңыз ана мен қарындасым туған қарындасым андай бұзық еді да ше мектепте андай кейбір бір рет мен бір жігіттермен ілінісіп жаңағы ерегесіп жатқан кезде қарындасым кіріп кеткен ғой короче пықырлап ше и ананы не деп короче нетіп жатыр да мен қараймын да шетіне ше ё-мое мынаның духына деймін да ол сезіп тұр ғой если че папа бар да короче если че папа бар деп ше болды кейбір әкелер өзі қасында жүріп осы сезімді бере алмай қалды да и сенбейді да и ойлашы егер әкеде бұл бағдарлама бар болса сен көшеде келе жатсың и бір білмеймін бір жігіт саған грубить етіп кетті да и балаң көріп тұр ғой соны ше и анау деп қалады да мынау негізі менің ең мықты адамым еді ғой мынау ше бұл мен танкіні төңкеріп кетеді деп сенетін адам осындай екен ғой дейді баланың опорасы сынып қалады ғой ситуациялар есіме түсіп жатыр ғой бір рет ауылда ғой в общем ауылда пападан не жүретін еді пистолет травмат па жоқ білмеймін қандай екенін ше кішкентай кезім ғой андай бірақ документті білмеймін ғой қандай екенін кәдімгідей жүретін еді сөйтіп біреу екеу өтіп бара жатыр да мас қой мас емес кәдімгідей өйтіп бара жатыр үй жаққа қарай кәдімгі свет мен өзім туалетке қарай айтып бармын папа қасымда ғой енді түнде ғой кішкентай кезімде сөйтіп анау папа бір нәрсе дейді анау тұрып бір нәрсе боқтайды короче шешең деп тұрады ой тұрып төбеге атады анау қашып кетеді ғой общем мен ананы көріп мен жылап жүремін ғой айқайлап бірақ анау қазіргі ситуация айтқаннан кейін осы ситуацияларды жайлап опора берген ба деген қазір нәрсе андай есіме түсіп жатыр да бұл ситуациялар ше мен байқаймын ғой біз 3 жыл 4 жыл таныспыз ғой сіздің тап ете бересіз ғой ана кіріп кетсем полиден бір шығасыз ана жақта контенттен бір шығасыз ал бүйтіп не жаңағы мы дети из провинции жерден киіп жүрген рилстар көрдіңіз ғой енді әр баланың өмірінде сондай бар қыз болсын еркек болсын папасына мамасына қарайды да менде жаңа есіме түсті ана бір заправкаға кіреміз бензин құйған баяғыдағы мен кішкентаймын походу сол кезде бензин толық құймаған ба бір бәле қайтып айналып келеміз ғой папа ашуланып келе жатыр да қайтып айналып ше мен ойлап келетінмін не болады екен қазір деп ше ана жерде 3 па 4 па пистолетчик бар да анау құятын жігіттер папа секіріп түседі деп аналарға қарай жүгіреді да ше төртеуіне ше и олар аға не болды деп қалады да мен мына жақта терісіне қарап тұрмын ғой папа ұрды ше и болды да ол саған берді андай тыңк бекітілді ғой если че папа бар деген әңгіме ғой блин бере алмай қалсаң жаман да сол үшін бұны ересектер бұл бағдарламадан өзі құтылып алу керек та бұның құтылу жолы бар ғой бұның құтылу жолы бар в принципе қиын да жол емес просто уақыт талап етеді да зерттеу керек оқу керек бірақ қандай да енді көп подкасттардың астында комментарийлер жазады инстаграмда дайректіде жазады да бір кеңес сұрап ақыл кеңес сұрап бірақ мен ойлаймын көп жастарда бұл нәрсе кездеседі деп өкінішке орай бір нәрсені бастан десем қорқамын дейді болмай қалса ше сондай деген секілді и қаншама жылдарын босқа жіберіп жатады да мысалы жасы немесе қазір 22-де бір істі бастауға қорқады сөйтіп жүре береді сөйтіп алдан бір разборда солай 6 жыл ма 5 жыл ма ойланып жүрген адамдар бар 10 жылда ойланып жүрген адамдар бар да енді бұл кісілерге не істеуге болады бұл кісілер зерттеу керек табу керек оқу керек именно осы бағдарлама болса мен кітабымды ұсынамын ол жерде шығу жолдары мен вообще кіру тарихы
қалай пайда болды, сізде ол адамдар бүйтіп айтады, иә, мысалы командадағы ең әлсіз мен ғой деп айтады мысалы, иә, немесе мен тәжірибем жоқ қой деп айтады, иә, немесе класстағы ең тупой мен деген сияқты нәрселерді айтады да. Осы шығатын тарихын, одан кейін ол адамдар не айтатынын бәрін сызып зерттеп, бүкіл нелер зерттеулер жинап мен кітабына жаздым. Мен кітабына негізі өте ауыр тақырып айтып отырмық негізі. Негізі өте ауыр тақырып ше. Оны жаңағыдай ғой, өзің егер ересек адам болсаң өзіңді қоя берші, давай бұны бала шағамызға беріп жібермейік ше. Немесе студент болсаң, допустим, бір өмірдің шындығы солай болып қалды да, сенің өміріңде жаңағыдай опора болмай қалды. Енді ол нәрсені бұл өмір бойы бұнымен сүрмей, оны жөндеуге болады. Иә, әрине. Енді не істейміз? Негізі түбінде опораны саған сен ғана бере аласың. Ана ішкі азамат, ішкі ерсін, ішкі әйгерім, ішкі алмас. Сол берудің жолдарын білу керек та. Ол мен кітабында жаздым. Бүкіл жаңа именно осы бағдарлама туралы және одан басқа 14 бағдарлама туралы, одан кейін 5 психотипіміз туралы, оның қалыптасу жолдары туралы, я біздің фенотипіміз туралы, өткен шағымыздағы жаңа гендік жадымыз дейміз, ұлттық жадымыз дейміз, жеке жадымыз дейміз, осының бәрін құрастырумен және жаңағы бағдарламаны шешу жолдарын барлығы менде жазылған. Алыңыз, оқыңыз, зерттеңіз. Өйткені бұл менің жауапкершілігім. Қазір тыңдап отырған әр оқырманның өзінің жауапкершілігінде. Біріншіден өзінің өмірі, екіншіден бұған біреу мұқтаж болса, онда соның өміріне жауапты. Қазір күшті бір ұсыныс жасап отырмыз біз оған қоса ше. Біздің оқырмандарға арнап. Иә, осы сіздің каналыңыздың оқырмандарына арнап мына 2 кітапты алған адамға бір Түркияға саяхат сыйлаймыз, бір адамға, 2 iPhone 15 Pro ойнатамыз бір адамға, иә. Екінші дегенім iPhone 15 Pro ойнатамыз, плюс мына 2 кітап онымен ғана шектелмей, сен кітабын білесіздер, сен кітабы 2023-тің бестселлер кітабы және ең үздік кітабы деген. Жаңадан көріп отқан оқырман болуы мүмкін, бір түсіндіріп өтсеңіз. Сен кітабын білмейтін адам болса, иә, мынау шынымен сертификат ұтып алдық жаңағы ең үздік кітап деген пайдалы болу жағынан, әсіресе жастарға. Бұл кітапта не туралы жазылған? Бұл кітап маңыздысы ол әдет қалыптастыру әліппесі. Кез келген әдетті қалыптастыра алу. Маған ұнамайтын әдеттен құтыламын. Мысалы, темекіні қалай тастаймын дейді. Нақты формула бар. Ұйқымды қалай реттеймін дейді. Нақты формула бар. Фастфуд жеп қоя беремін. Қалай құтыламын? Формула бар. Кола ішіп қоя беремін, иә. Ішімдікке салып кете беремін деген. Мысалы, ойын ойнап кете беремін деген сияқты, иә, компьютер ойнаса. Немесе былай болса ше, бір әйел кісі қарап отыруы мүмкін, күйеуінің сондай жаман әдеттері мүмкін. Оларға қалай көмектесе алады? Кітапты оқытқызу бір жолы негізі ше бізде былай, біз өзгерсек бәрі өзгереді айналамызда. Ол жерде әйелдің де жаңа инфантильный жағдай болуы мүмкін да. Мысалы, мен жақында бір қыз маған келіп айтады, осылай күйеуім басында романтик анау күшті еді да, енді мен қазір ол өзгеріп кетті, мен алданып қалдым дейді да. Ол жерде де андай да, бүкіл жауапкершілікті лақтырып салып ше. Мен айтамын, енді сіз не істей аласыз деймін ғой. Мен не істей аламын, ол адамды өзгерте аламын ғой деп. Не істей аласыз деймін ғой. Ана үйде жылап жатуы бөлек әңгіме, сондай болып қалды деп, өзгертуге тырысу ол бөлек әңгіме да. Сондықтан әсер ете аламыз адамдарға. Ол туралы, кстати, сен кітабында бар. Жаңағы мидың структурасы туралы, и менің избирательный эффекттерім туралы сен кітабында бар. Спорт туралы сенде бар. Бір кісі осы сен кітабын оқып, бір үлкен кәсіпкер, мен танымаймын, маған инстаграм жазады ғой, Азеке, сіз менің өмірімді 180 градусқа өзгерттіңіз бір нәрсе. Мен деген бүкіл кәсібімді жауып, бытшын шығарып, әйелмен ажырасайын деп тұрған жерде сіздің кітабыңыз түсіп қалады каким-то образом дейді. Сосын мен аламын да соны қайғырып отырып, басымды алмай кіріп кетемін де бір күнде оқып тастаймын дейді. Сөйтіп тұра тұр деймін да, ана кәсіпті де бәріне тиіспеймін дейді, әйеліме де айтамын, тұра тұр, бір апта, содан кейін шешім қабылдайық. Әйтсек уже бет жыртысып ажырасайын деп тұрғанбыз дейді. Сосын бұл сен кітабында оқылады да, айтады, мына жерде айтылады қандай поэтапно неден бастау керек екенше өзгерісті өзгеру керек қой. Тұрады да бұл таңертең жүгіре бастадым дейді. Одан кейін шүкіршілік дәптерін жаза бастадым, одан кейін күнделік жаза бастадым, одан кейін жоспар жаза бастадым. Ұйқымды реттедім. И бір 3-4 күннен кейін қарасам, таңертең 5-те әйелім оянып қасыма келіп отыр дейді.
сен бар ғой күшті болып баратсың, не бұл деп ше, айтшы маған да деп ше. Содан кейін екеуміз бірге жүгіре бастадық дейді. Сосын екеуміз бірге отырып шүкіршілік жазатын болдық дейді, қатар отырып. Екеуміз бірге кітаптар оқитын болдық дейді. Ана кісі айтады ғой, менің қазір бизнесім да шарықтап жатыр. Біз әйелімізбен қазір бір жаңа бір этапқа өткен сияқтымыз. Бір-бірімізбен жарысып, ана махаббат арқылы сөйтіп жарысып жүрміз дейді. Спортта болсын, салмақ тастауда болсын, сондай жарысып жүрміз дейді. И бұл сондай поэтапно көрсетілген сенде ше. Не істеу керек? Мен тұрып бүйтіп отырады дейді. Ол өмірімді өзгертуім керек, не істеймін дейді. Білмейсің оны, не істеу керек? Су ішуден бастау керек шығар ше. Сен кітабында ол деталь жазылған. Сен кітабы сондай кітап. Ішінде бұл жерде техникалар. Ұйқы, спорт, тамақтану, әдет қалыптастыру, мидың структурасы, әдет туралы жалпы. Әдет қалыптастыру әліппесі деп не қылады ғой өзі. Аты да мына жерде жазылып тұр, әдет қалыптастыру әліппесі. Мынау да нейрондар ғой. Мынау біздің ескі нейрондарымыз қалыптастырып қойған. Мен тұрамын да мына жерде жаңасын қалыптастырғым келеді ғой ше. Басында қиын болады. Басында қиын болады, бірақ кейін мына жер ләззат қой. Енді адам тұрды да, мен жүгіруді ниеттім, қолға алдым, бірақ 40 күннен кейін немесе бір айдан тастап кеттім дейді. Не үшін тастап кеттім? Ол менің кітабымда бар. Не үшін? Психолог тұрғын, неге ерініп қаламын мен? Неге прокрастинация жасаймын мен? Неге мен қорқып қалдым? Неге мен жаңағы или идеалын жасаймын, или жасамаймын деп тастап кеттім деген мәселелер менің кітабымда бар. Біз осы екеуін жаңағы 12 түрлі курс қасына қосымша мынаны тереңдететін, ол кезінде мықты курстар, кезінде сатылған ол курстар ше. Бонус ретінде. Сосын жаңағы Түркияға бір адамға саяхат, сосын айфонға бір iPhone 15 Pro бір адамға сыйлыққа, барлығы бірге 15 мың теңгеге. 15 мың теңге. Және жаңағы біз айтқан бағдарламаның шығатын тарихы, шешімі, пошаговый нелер жазылған. Пошаговый 4 қадам бар, ол қадамдар мынау. Практикалық түрде жазбаша да түрі бар. Егер арасында кейбір адамдар жоқ, мен сенді оқып қойғам, барлық практика істеп қойсам, тек қана мен кітабы екеу бірге 15 мың теңге, тек қана мен 7800, ішінде жаңағы бүкіл мүмкіндіктер мен бонустармен бірге алсам. 1,5 миллиондық 12 курс, құны 1,5 миллион, 1 миллион 580 мың ба, сондай шықты алды есептеген. Сол ішіне кіреді 15 мың. Оның бәрі ішіне кіреді. Ал достар, кітапқа тапсырыс беріп, бұл ұсынысқа ілінем, бұл скидканы қолданам деген кісілер болса, мынау YouTube-тың астында сілтеме болады, комментарий мен описаниеде, соған өтіп кітапқа тапсырыс бере аласыздар. Ал енді әзірге каждый қаланы аралап ретрит жасайын деп жатсыз. И кейбір кісілер жаңағыдай тек қана кітап оқи ғана қоймай, офлайн түрде жұмыс жасағысы келеді. Мысалы, бұл нәрсені анықтап, реально уже задолбало меня, мен мынамен жұмыс істеп құтылғым келеді тез арада дейтін кісілер болса, сіз офлайн ретрит жасайын деп жатсыз. И сол жерде сіз қалай көмектесе аласыз және қандай нәрселерді жасатқызасыз, қандай практикалар болады ол жерде? 2 күндік, 2 күндік офлайн ретрит қой, таңертеңнен кешке дейін соткаларымызды өшіріп тастап тұрып кірісетін. Күшті айттыңыз ғой, шынымен андай адамдар болады ғой, мен болдым, не істеу керек? Айтшы, любой нәрсе істеймін. Мынадан шықсам болды, мен түсініп тұрмын деп дамудың этаптары болады. Бірінші этап өміріне зиян келтіріп жатқанын өзі де білмейді, нормально жүре береді. Екінші этап симптомдарын сезе бастайды да, что-то мен неге деп тормоз етіп жатырмын деген сияқты. Үшінші этап прям симптомдар кәдімгідей кедергі келтіреді ғой оған ше. Мысалы тұрады да, жақында бір жігіт келген, айтады да, мені повышениеге жіберген дейді, жұмыста ше, министрство істейді екен да. Сосын мен дайын емеспін деп бас тарттым дейді да. Айлығы бәрі көтеріледі да. Бірақ бас тарттым, неге деймін ғой? Мен қорқамын, жауапкершілігі көп дейді да. Қазір жауапкершілігің аз ба десем, қазір де көп қой дейді да. Өтірік қой, өзін алдап жатсың ғой. Содан ол жігіт маған келіп тұрды, не істейін дейді. Просто айтшы дейді. Тура сондай адамдар болса, 2 күндік ретрит, таңертең кешке дейін жаңағы базовый теория, плюс жазбаша практика, плюс кәдімгідей жүріп тұрып істейтін практика, ауызша айтатын практикалар, дұрыс бағытта, дұрыс жаңағы шарттармен и дұрыс ортамен жасалатын практикалар ғой. Осындай бағдарламалар, бұдан бөлек 13 бағдарлама бар, жалпы 14 қой. Жаңа 5 психотип бәрін түсіндіреміз, миыңыздың жолдарын түсіндіреміз. Егер ұнамайтын жолдарын өзіңіз таңдап аласыз да, мен мынаны өзгертуім керек дейсіз, мынаны өзгертуім. Соны сол ретритта 2 күнде практика жасап, біз миымызға жаңа жолын көрсетеміз ғой. Оказывается, болады екен ғой. Оказывается, қарсы шығуға болады екен. Оказывается, сен маған ұнамайсың деп айтуға болады екен. Оказывается, сезімдерімді шығарсам позор емес екен. Ешкіммен мазақтамайды екен деген сияқты нәрселерді үйреніп шығамыз. Оны білудің өзі уже 50%-ға ем ғой, 50%-ға ем. Дұрыс диагноз 50% ем ғой. Сондықтан ретритқа келу керек, ретритта 2 күн бойы етеміз. Одан шыққаннан кейін 90 күндік жоспар болады әркімнің өзіне сәйкес. Ол 90 күнде бір-бірін қолдап тұратын орта болады ғой.
дұрыс орта. Осознанный осы бағытта жүрген. Бірақ бір ғана қосымша нәрсе, ретритке келетін болсаңыз, мына 2 кітапты оқып келгеніңіз жақсы болады. Неге? Өйткені фундаментальный кейбір нәрселерді уже түсініп алған боласыз, и менің айтқан ақпараттарым сізге оңай беріледі, және біз жалпы топ болып тезірек алдыға жүреміз, тез прогресс болады. И көбірек ақпарат айтып үйренеміз, үлгереміз. То есть менде ақпарат 2 күнге де сыймайды, бірақ енді топ тармайыз етіп жатса, мен бәрін тастап кетіп қалмаймын ғой, ақындап шайнап тұрамыз. А егер де сіз мынаның базасын алған болсаңыз, дайын болсаңыз, біз деп тез кетеміз. Түсінікті. Ал достар, құрметті көрермен, ретрит жайлы толық ақпарат алу үшін, егер де жазылам деген кісілер болса, мынау төменде комментарий мен описаниеде ссылка болады, соған өтіп заявка қалдырыңыздар, сіздерге там менеджер өздері хабарласады. Ал Азеке, енді келесі тақырып. Келесі тақырып мынаны айтайық па? Анау алдында бір түсірілімде айтқан, мен бір нәрсе болады өмірде, жаңағы точно көп жыладық, көп күлдік, бір жылаймыз деген ситуацияның ішкі жағы бар. Кейбір адамдар оны не деп айтады? Пророчество деп айтады. Менімен бір бәле болып қалады ау деп уайымдай беретіндер. Мен денсаулығым бір сыр береді ау деген сияқты. Сондай бағдарлама бар, сол туралы сөйлесу керек. Азеке, келесі тақырып қандай? Келесі тақырып, біз шарт қоятын адамдар туралы сөйлесейікші. Ол қалай? Андай инструкциясы бар бәріне, бәрінің қалай өмір сүру керек екенін күшті білетін адамдар бар ғой. Сен бүйтуің керек еді, негізі деп, жаңағы қазақтың қызы бүйтпеу керек, қазақтың еркегі бүйтпеу керек, бір бәле деген шарт қоя береді. Мысалы, сен братишка болып келіп амандассаң болады ғой сол жерде деген сияқты шарт қоя береді. Барлық әлемге шарт, барлық адам бұған должен. Бұл өзінде бәрі идеальный. Иә, өзінде бәрі идеальный. Осы типтегі адамдар туралы келесі шығарылымда айтатын боламыз. Мынау видеоның астында описаниеде Азамат мырзаның инстаграмы және YouTube каналының сілтемесі болады. YouTube каналға өтіп подписаться етіп қойыңыздар. Ол жақта да пайдалы ақпараттармен иншалла бөліседі. Азеке, Міндетті түрде. қош, сау болыңыздар.